несиенің екі түрі, яғни ауыл аманаты және жас ұрпақ бағдарламасы туралы айтатын боламын. Негізі 2,5% берілетін жеңілдетілген несиенің екі түрі бар. Ол бізде жас ұрпақ және ауыл аманаты. Екеуі негізінен ұқсас бағдарламалар. Қазір мен сіздерге айырмашылықтарын және ұқсастықтарын көрсететін боламын. Қайсысын таңдауды өздеріңіз шешесіздер. Енді бізде жас ұрпақ бағдарламасы ставкасы 2,5%. Ауыл аманаты бұның да ставкасы 2,5%. Бізде жас ұрпақ бағдарламасы бойынша сумма максималды 5 миллион теңгеге дейін беріледі, ал ауыл аманатында максималды 2,5 МРП, яғни 2024 жыл бұл шамамен 9 миллион теңгедей беріледі, яғни ауыл аманаты көбірек. Мерзімі жас ұрпақ 5 жыл мен 7 жыл аралығында беріледі, ауыл аманаты да 5 жыл мен 7 жыл аралығында беріледі. Екеуінде бірдей 5 жыл кез келген кәсіп үшін, ал 7 жыл мал шаруашылығы үшін беріледі. Сала. Жас ұрпақ бағдарламасында кез келген саланы алуға болады. Ол агро болсын, қызмет көрсету болсын, сауда жасау болсын. Ал ауыл аманаты бағдарламасында сала уже таңдалады. Ол өңдеу саласы болу керек, мал шаруашылығы болу керек және егін шаруашылығы болу керек. Өңдеу деген яғни белгілі бір затты, шикізатты өндіру деген сияқты. Негізі қоғамға пайдалы іс болу қажет. Енді тіркеу. Жас ұрпақ бағдарламасында сіздің пропискаңыз ауылда немесе қалада кез келген жерде болса да болады. Ал ауыл аманатында аты айтып тұрғандай ауылда тіркеліп тұруы қажет. Тіркеу тек ауылда болуы қажет. Келесі, екі бағдарламада кредиттік тарихқа қарайды. Кредиттік тарихқа, кредит жүктемеге, яғни кредитная нагрузкаға қарайтын болады. Енді екі бағдарламаға да бізге кепіл қажет. Кепіл дегенде мен өткен видеоларда айтқан болатынмын. Кепіл дегеніміз, яғни сіздің кепіліңіз сіз алатын несиеден әлдеқайда жоғары бағалануы керек. Енді екі бағдарламада сізге бизнес план керек. Бизнес план бұл жерде бір керемет 20-30 беттен тұратын бизнес план емес, шағын бизнес план жасауға болады. Келесі, екі бағдарламада да бізге каникул беріледі, яғни 3/1 бөлігіне каникул аласыздар, яғни белгілі бір уақыт төлемей, сосын ғана төлеулеріңізге болады. Ал енді бұл несиені алу үшін сіздер 2,5%-ден жас ұрпақ бағдарламасын алу үшін сіздер аграрный корпорацияға барасыздар. Яғни бұл несиені аграрная корпорация ұсынады. Аграрная корпорация әр өңірде адрестері және телефондары әртүрлі. Қазір сіздерде экранда шығатын болады. Соны скринда алуларыңызға болады. Келесі, ауыл аманаты 2,5%-мен берілетін несиені бізде СПК немесе акимат береді. Яғни ақпаратты сіздер СПК-дан немесе акиматтан ала аласыздар. Қазір сіздерде экранда шығатын болады, қалай іздеу керектігін солай іздеулеріңізге болады. СПК-ны табу өте оңай. Ол үшін Google Chromeға кіресіздер, СПК дейсіздер, өздеріңіздің қалаларыңызды жазасыздар. Мысалы, СПК Астана. Мінекей бірінші болып шықты, СПК Астана. Мысалы, Алматы. Тура осылай СПК дейсіздерде өздеріңіз қалаларыңызды жазасыздар, ол сізде бірден результатты береді. Енді сайтты ашқаннан кейін оларға қалай звондау керектігін білу үшін мына жерде главный менюға кіресіздер, контакты деген басасыздар. Неге сізде контакт шықты, адрес шықты, телефон номер шықты, осы бойынша сіздер СПК-ға бара аласыздар. Мінекей дәл осындай айырмашылықтар және ұқсастықтары бар. Байқап отырсаңыздар, менің видеоларым бәрі ұзақ емес, шамамен 5-7 немесе 10 минут аралығында ғана. Мен негізі ақпараттан ең бастысы және нақтыларын көрсеткенді ұнатамын. Сондықтан егер осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер және пайдалы деп ойласаңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер. Рахмет.
Маған WhatsApp-қа жазу өте оңай. Мінекей менің Instagram парақшам ерке.бюджет. Связаться дегенді бассаңыздар, мына жерде бірден WhatsApp-қа жазуларыңызға болады. Немесе мына жерде 3 ссылка тұр: Facebook, YouTube канал және WhatsApp-қа ссылка тұр. Осыған да жазуларыңызға болады. Бизнес план қажет болса, жай ғана бизнес план қажет деп жазуларыңызға болады. Сәлематсыз ба, сау болыңыз аса қажет емес, себебі онсыз да келетін сообщениялар саны көп.